Қыздар, мені лампам құлап, быт жыты шықты, скотчпен орап қойдым. Аз ғана шыдай тұрыңдар, кейін новыйын алам дедім. Түгіміз қамапты ғой, түгіміз полный скотчпен айналдырып орап шыға салмадың ба? Холодильникті ашып бүгін не істесем екен деп қарап тұрсам. Не алып тұрсың, көзің бақырайып, алсай бізді. Кеше әкеп қойған баклажаным бар екен ғой деп соларды алып, жуып, майдалап, турап тастадым. Тёшный язык істеймін дедім да холодильниктен жұмыртқаларымды шығардым. Тақырбасиктер келді. Бізге басқаша ат қою ойларың да жоқ па? Бастарын соқыстырып қалған ем, жарылып қалды да, сосын артынан тұз алып келдім. Сен менің адамсың, алыстап барамысың? Немене белем, мына тұз ішіп алған ба, заварка, шекер, қарап тұрмайсыңдар ма дедім да, тұздан азырақ алып бар, орныңа бара бер дедім. Мынаған жабылып жүріп сковородка әперу керек еді, маған қуырма десе де қуыра береді ғой бұл. Иә, сол сковородка алу керек еді, жоқ қой енді сковородкамыз. Сонша тұншықтырған несі? Аламай жүрген ақысы бар шығар бізде. Бекер кетпіз бұл үйге. Қойыңдар, сендер жұмыртқаға аунатпасам дәмді шықпайсыңдар ғой дедім да, жұмыртқаға аунатып, қап-қара қылып пісіріп алдым бұлардың барлығын. Бұлар пісіп болам дегенше холодильникте майонез бен чеснок шығардым. Майонез три желаниямды айтсам орындайсың ба? Не, мен саған алтын балықпын ба, майонезбін ғой мен? Бұларға сөз берсең болды ғой, бір-бірімен ұрсуға дайын тұрады дедім да, кезек-кезек барлығын орналастырып шықтым. Осындай әп-әдемі, сочный, мощный, тёшный язык шықты ғой.